Достар, бүгін біздің баспамызға Монголиядан Әнекей атамыз келді. Ол кісі сол жерде Монголияда 5 рет үздік аңшы атанған екен. Өзі өмірінде 30-дан астам қасқыр соғып, 400-500-дің үстінде суыр алдым дейді. Енді сол кісіден мына Бөрі Төтем кітабында кездесетін кейбір дүниелерді, қасқырдың киесі, көшпелі тұрмыс салтындағы біз біле бермейтін дүниелерді сұрап біліп алуға тырыстық. Ендеше назарларыңыз осы видеода болсын. Бір күн бір 3 қойымды жеп қойыпты. 3 қасқыр келіп. Қайта біреу келіп қып айырып апты. Соны әлгі қыстай қақпан құрдым. Келмей қойды. Бір күн көрсем, 3 қасқыр келді де қақпан жоқ жағынан кепті. Қой қайырып жүрген қолғаппен қатық білген жер қазып, ана жағынан әкеп құрбым 2 күннен кейін төбеті түсіпті. Сонан ізімен жер қар қуып отып бір жерде жыраның ішінде жасырынып тұр екен. Сонан өтіп көрінеуге барып үшін 2 бетімде түсіп жаттым да тасалдым. Ат үлкеннен екен, соны теріс әлі үйде тұрыз екен. Ол қасқырдың қулығында шек болмайды. Қасқыр алу үшін тағы қандай бір әдістер қолданатын едіңіз? Енді ананың қулығынан сенің қулығың артық болу керек қой. Ұйықтатып қойып атуға болады. Ұзақтан көріп алғаннан кейін ұйықтайды. Ұйықтап қалғаннан кейін соның үшеу болса біреу сақ жатады. Ең сақ жатқанын атасың. Біреу сақ жатады өзі. Дөңес. Мисал басқа шұңқырда жаса ана сақ жататын тастың үстінде жатырдыңыз. Соны атасың. Ол қайтсе де қозғап басын сенің соптарыңды біледі. Соны атасың. Сосын анаған жүгіреді, оны атасың, енді біреу қашқанда оны атасың. Қазір енді далада бар ма қасқыр? Осы күнде қырып тұр. Қырып тұр ма? Қырып тұр. Рұқсат жоқ па оны алуға? Бар, рұқсат келді. Енді ататын жігіт қалмай қалды ғой. Тактика жоқ, практика жоқ. Ал енді атып жүрген жігіттердің малына қайта тиісіп қойып қойды. Атпайды қойды. Қасқырдың ұлғанын бір көрсетесіз ба бізге? Жаңылдым ғой. Бұл қасқырдың арланның ұлуы ғой. Арланның ұлуы. Қасқыр болады, бітті сол өлкеде күшік шуылдайды. Бұрын бір үйдің жанына бір қасқыр туады екен. Қораға. Содан малға тиіспейді, тап тиіспейді. Сонымен қозы үлкейіп, қозыны жайып жүргенде күшіктер, ел жайлауға шыққан жатқанда. Күшіктер бір қосын жек қойыпты. Оған тиіспеді ғой енді. Сонан әйелім мына бізді қарады екен, енді көшуге. Деп көлік-мөліктерін дайындап, ертеңінде көлігін дайындап, ертеңінде көшші. Қозының ішіне бір қара қозы кепті. Су. Әгі жеген қозының орнын қайдан екенін білмей қозы әкеп тастап, сол күні күшіктерін етіп кетіп қалды ғой. Мынау сондай ақылды болады, өте қиын болады.